Сәлем баршаңызға. Қалайсыздар ағайын? Мал жандарыңыз аман ба? Біздер сүт өнімін бастаған кезде барлығын қолмен жасайтын едік, ал қазір сәл басқаша. Сіздерге қандай сиыр сауып және оны қалай сауып жатқанымыз қызық болса, каналға тіркеліп, пікір жазып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де WhatsApp чаттарға аямай таратыңыздар. Алдын ала рахмет. Сиыр сауу үшін таңмен тұру міндетті. Мен ауылда тұрғандықтан шаруашылыққа бару үшін маған ыңғайлы көлік ол Нива. Ал ағайын, мен сүт тартатын құралдардың барлығын дайындап болдым. Ары қарай көмекшім көмектесетін болады. Рахмет Нұреке. Менің атым Нұрсұлтан, мен сауыншымын. Мен жұмысымды бастаймын. Мен қораға келдім. Ары қарай сиырды айдап келу үшін маған ат керек. Біздің шаруа қожалық Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жаңақала ауданы Бірқазан көлді мекенінде орналасқан. Біздің сиырларымыз қырдың қызыл сиыры, орысша айтқанда красный степная породасы. Ресейден қашар кезден 2015 жылы алып, 2016 жылдан бері сауып келеміз. Сиырларымыз 2 мезгіл саулады. Күніге 10 литрдай сүт береді. Осы Бірқазан көлінің суы мен жасыл құрағына есептеп сиырларды алған болатымыз. Қазіргі таңда 2019-дан бері су болмай, су тапшы болып отыр. Көктемнен қалған жаңбырдан суын осылайынан сайларға қалып, жаздың ортасына дейін малдарымыз ішеді. Көктемде жауған жаңбырға құрақ шығып, сәл ғана осының құрағымыз бар. Соны малдарымыз жеп, сүт береді. Қазір міне біз ауылға барып, мал сорамыз. Негізінде тұқымды сиырлар күніге 2 мезгіл су ішсе, жақсы сүт береді. Ал қазір 1 мезгіл ішіп, малдың күйі қашып жатыр. Қожалықпен ауылдың арасы 4-5 километр. Қазіргі таңда Жаңақала ауданының көлі де тартылып жатыр. Судың түсі бұзылып, мал суды әрең ішеді. Бірқазан көлді мекенінде ішкен кезде малдың күйі жақсы еді. Ал қазіргі күйі осындай. Сүт аз беріп жатыр. Ал енді біз қожалыққа қайта барып, сиырымды сауатын боламын. Бірқазан көліне су келмесе, сиыр сауып кәсібіміз тоқтап қол әбден мүмкін. Алайда бұл ата кәсібіміз тек табыс әкелмей, онымен қоса табиғи өнім беріп, шыққан өнімнен неше түрлі пайдалы тағам жасауға болады. Бұл кәсіптен көп табыс табам деп емес, пайдалы өнім тұтынам деп жұмыс жасаймыз. Және де халқымызға пайдамыз тисін деп қалған өнімді сатып отырамыз. Ал біз малды айдап келдік, ары қарай
қораға кіреміз. Біздің қорамыз ракушек тастан салынған, көлемі 700 квадрат метр. Бір минусы қыс мезгілінде қырауланып кетеді іші дейтін. Үлкен есік болғасын ауа кіріп, іші қырауланып кетеді. Сосын стенасы жұқа, сондықтан бірден қалын етіп, сиыр ыңғайлап жасап алсақ, жақсы болатын еді. Келесіде, ал болашақта қалын етіп жасаймыз деп ойлаймыз. Ал енді мынау біздің шағын сиыр сауатының орнымыз. Көлемі ұзындығы 9 метр, іші 5 метр, 9-да 5 метр. Осының ішіне сиыр сауамыз. Ал мынау біздің профтурбадан жасағанымыз. Бұл негізінде астарында дөңгелек болады, бұл прицеп сияқты. Біз өзімізше қораға кіргізіп, ыңғайлап қойғанбыз. Ал сіздерге бұны қанша метр екенін өлшеп көрсетіп берейін, қаралыңыздар. 2,70 болу керек, ар жағында қыттай орын бар. 2,70 болады. 2-де 15 болады, келтіруге болады. Бір сиыр тұратын орны іші 90, 85 болады, мал тұратын жер. Екіде 20. Бір бас мал кіріп тұратын орын. Бұлай ұзындығы 4,55 ұзындығы. Бұл негізінде 20 сиырға арналған деп айталым. Себебі бір сағатта шамамен 18-20 сиыр сауып шығасыз. Ал көп сиыр сауатын болса үргірмей қалады. Басында біздер оқсай ма деп жай ғана үйден шыққанымдай қалыңтырлармен қаптап тастағанбыз. Одан кейін тұрып қалды, сол бірден бәрін жасап тастау керек еді басында. Сосын қарасаңыздар, стяжка тарттық мына жерден. Сиырдың сарысуы, тезегі төменге қарай ағып кетеді мына жерден сауған кезде, как көресіздер. Біздер малға көбіне кебек береміз. Кебек болмаған жағдайда арпа, кукуруз деген сияқты дәндерді тартып береміз, ұнтақтап. Малдың азығы неғұрлым құнарлы азық болса, соғұрлым сүті жақсы, мол береді. Және де гидропоника. Гидропоника мен осы каналда қалай өсіру керектігін айтқан болатынмын. Жоғары жақтан көрсеңіздер болады. Мен дейтін қыс мезгілінде тәжірибе жасап, өз деңгейімде аздап өсірдім. Қазіргі таңда ол гидропониканы тоқтаттым. Себебі көктем айында шөп шығып, күзге таман деп есептегем, өсірем деп қайтан. Көп жігіттер менен сұрады, дайын құрылғы болса екен деп. Әрине, дайын құрылғы жасап жатқан компания бар, Agrogreen Technology деген. Бұл компанияның ерекшелігі мобильді құрылғылар жасап жатыр. Аз мөлшерден көп мөлшерге дейін дайын құрылғын жасап беріп жатыр. Бұның ерекшелігі автомат түрде, барлығын автомат түрде жасайды. Және де бір жыл оқытып, гарантиясы бар, бір жыл оқытып береді. Әрине өзіндік бағасы бар. Кәсіп қылсаңыз бағасын ақтайды. Қазіргі табиғатқа байланысты
Гидропониканың тиімділігі, пайдасы көп. Гидропоника туралы толық ақпаратты төменге сілтемесін қалдырамын, сол жақтан сұрап білсеңіздер болады. Және де шаруашылыққа қажет арнасын десеңіздер, арнайы жеңілдіктер жасаймыз деді. Төменге кіріп, тапсырыс берсеңіздер болады. Біздің Делаваль деген аппарат. Бұны қолданғанымызға 4 жыл болды. Жақсы жұмыс жасайды. Біздің сауатын орымыздың бір жақсы жері бұл аппараттар қозғалмайды. 2 адам, 1 адам да сауа береді. Ыңғайлы, тек майын уақытын ауыстырып тұру. Қалғаны өзі істеп тұрады. 2 бетондық 25 литрлік. Тапсырыс берем десеңіздер, төменде сілтемесін қалдырам компания Казвет Снапты. Солар топ береді. Біз содан алғанбыз. Біздер мен аппаратымызды дайындап болдық. Енді қазір бұны таза сумен шайып алып, ары қарай 4 сиырды кіргіземіз. Соны қараңыздар. Міне мынау 25 литр ысты су әкеліп аламыз. Суымызды шайып болдық. Осы суды шелектерге құйып қоямыз. Бұны қазір сиырдың желін жуамыз. Арнайы трак көріміздер. Аппаратымыз дайын. Ендігі қызық. Сиыр қалай кіреді, соны қараңызды дұрыстап. Бұл дейтін есіктері ашылып жабылатын. Артына ашылады, жоғар жақтың артына ашылады, есікті ашамыз, кіреді бойына. Сиырлар өзі жемге үйренген, жемге шабады, кебек жейді. Сиырлар өздері кіреді, ақылды сиырлар. Басында кірмеді, басында үйренгеннен бар кіреді өздері. Біздің сауатын жеріміз бір ерекшелігі осы. Сиырлар өздері кіреді, ыңғайлы. Айдамыз. Жем болмай қалған жағдайда енді кірмейді. Оқ. Екі сиырымызды кіргізіп алдық. Енді осыны желіндерін сумен жуып аламыз желіндерін. Мын жағынан қазір асықпай кіргіземіз. Себебі желіні иіп, сүті ақып кетуі мүмкін. Бірінші осыны бастап кетеміз, сосын бір мын жағын кіргіземіз. Желін жуу процесі көбінде негізінде бұл жерде арнайы ыдыс болады. Соған басында сүтін ағызып жүреді. Ал мен дейтін былай кәдімгі сумен жуам. Желін жуған кезде бір тряпкасына бір тартып жібереді. Басындағы бактерия болады дейді желінде, сүтінде. Соны бүйтіп басына бүйтіп бір тартып жүрем. Бұлар аппаратқа үйренген сиырлар. Енді көбісі айтады, аппаратпен сауған кезде бана қан шығып кетеді, желіні бұзылады деп. Мен олай ойламаймын. Аппараттың кінәсі жоқ, аппарат өз жұмысын жасайды. Проблема неде? Сиырды қыс мезгілінде салқын жаққа шығарып, және бұл сиырларды соқсаңыз, желіні бананды қанап кетуі мүмкін. Мастит деген ауру бар, сонымен ауырып кетеді. Сондықтан күтім керек бұл сиырларға. Бұлар породсыз сиырлар. Бұны қолмен сауып, салқын жерге шығарып қойсаңызда, бұлардың желіні бұзылып кетуі мүмкін. Сондықтан бұларға жақсы күтім керек. Арнайы желіні жарылған кезде жағатын дәрілер бар. Бұны банағы Казвет Снап компаниясы тауып береді, дәрілер жарылып, және оны артынша тазалайтын суымен бірге арнайы дәрілер бар. Со банағы сілтемесі төменде, соған кіріп сұрасаңыздар болады. Желіні зақым тиіп тұрады, анда сонда сол нитоксин емдеп тұрамыз. Бұл сиырларға 5 жыл болды, міне 3 емшекті сиыр болып қалды. Банағы мастит болып ауырып қалады.
күтім болмаған кезінде басында бізде тәжірибе болған жоқ, сондықтан көп сиырларымызды ауыртып алдық. Соңғы жылдар тәжірибе болып жинап кішкене опыт алды екен. Біз 3 желінде осылай сауамыз. Мына бізден стяжка құйған себебіміз сарсу сауған кезде сарсу тезегі шығып жатады, енді мал болғасын уколмен ағып ана жерге жинала береді сайға. Және де қалған 40 пен 60 отырамыз. Бұл енді автомат түрде жасайды десе, бұл 20 сиырға бір адам үлгереді барлығын істеуге. Біздің ерекшелігіміз сиыр сүті сауылған бойда осы жаққа келіп тартылады. Бұл дейтін сүт тартатын бөлме. Негізінде үлкен компаниялар бөлек тұрады. Біздер шағын болғасын бәрін бірге жасап қойғанбыз. Сүт тартатын аппаратымыз дайындап болдық. Қазір сиыр сауылып жатыр. Бірден сауылған жылы сүтті өзінің температурасындағы сүтті әкеліп бірден тартатын боламыз. Бірден қаймақ шығады, және де көк сүті шығады бірден. Ендігі бізде бұзауларымыз бар. Бұзаулар анасынан бір күннен кейін айырылғаннан кейін бұларға арнайы порошок. Басында енді 15-20 күн өзінің сүтін береміз, өсіп кеткенше. Ары қарай порошокпен араластырып сүт береміз. Қазір мен порошокты дайындайтын боламын. Бұл дейтін температура 60 градус температура болу керек басында. Соған өзінің мөлшері бар, салатын. Осы салып дайындап қоямыз. Қазір сиыр сауып болғанша бұның температура түседі 45-40 градусқа. Содан кейін барып мен дейтін өзімнің тәжірибем бойынша құры порошок бұзауды көтермей қалады. Мен оған қазір 1 литрдай майлы сүт қосып отырам, бір шелекке 1 литр. Ішінде шамамен 8-9 литр сүт болады. Соған 1 литр майлы сүт қосып жүрем. Сонда бұзауға жақсы болады, бұзау дейтін іші ауырмайды. Арнайын болат тұсынан арнайын өзінің миксерім. Дайын болды. Біздер бұзауға порошокты формулакты қолданамыз. Бұлар әр қалада веб аптекаларда болады, кез келген жерде. Түрлері көп. Көбіне біз осыны қолданамыз. Мынау енді біздің бұзауларымызда жаңа туған. Оларға басында 15-20 күнде осылай сосокпен береміз. Қалғанын бір айдан кейін өз шетіндей қылып үйретеміз. Сиыр сауып болғасын құятын боламыз. Сиыр сауатын жерде міндетті түрде күзетші керек. Оның күзетшінің аты мен өзім мысықтарды айтамын. Себебі бұл жерде сауғасын жем төгіледі. Мысықтарымыз бар. Бұл мысықтар тышқан аулайды. Мысықтарым айтты ғой. Сиырлардың түрлері бар. Бұл порода сиыр болғасын барына бірдей деп ойламаймын. Ішінде бейілі ұзын сиырлар болады, солардың сүт жақсы шығады. Қарасаң кезде сыймай тұр ма жерге. Мынаны жасайтын кезде сәл үлкейтіп жасап жерге болады. Біз басында білмедік. Сыймайды қазір. Мына сиыр артық тиіп тұр. Екі сиырдан шыққан сүт.
Енді қора болғасын шылым-шіркей жаз мезгілінде көп болады, сол жағынан қиын. Бірақ қыс, күз, көктем мезгілінде болмайды, жаз мезгілінде барағандай дезинфекция жасап улап тұрамыз. Міне сүт өнімі басталды. Қазір қаймағы көк сүті шығып тұрады. Өзі тартыла береді, бір жақсы жері. Сиырлар өзі сауылып жатыр. Кейбір кезде сиырлар теуіп тұрады, сол кезде дайын жібіміз бар. Аяғымыз байлап қоямыз. Басында осылай үйреткенбіз. Теуіп, қазір таңда өздері жоғасарып үйренді. Бір қызығы, жем бітіп қалған кезде сиырлар сосокты теуіп түсіріп тастайды. Маған жем керек деген сияқты. Сондай ақылды сиырлар бар ішінде. Міне біз соңғы сиырымыз сауып болды екен. Сүт тартылып болғанша бұл жердің барлығын тазалап, сыпырып, келесі сауымға дайындап қоямыз. Мына біз аппарат тұратын қоспалар өзінің таңертеңгісі, кешкісі. Қазір біз сиыр сауып болғаннан кейін бұның өзінің банағы казетті компаниясының беретін қоспалары аппараттың бірге келеді. Кислотный, щелочный деген. Осыдан біз бір шелекке қыттай құйып аламыз. Сөйтіп араластырамыз. Таза сумен шаямыз. Міне бізде жұмысымыз аяқтала келді. Қазір порошогымызды бұзауларға беріп, оны бұзауларды далаға жайылысқа шығарып жібереміз. Одан кейін қаймағы мен көк сүтімді көлікке тиіп, цехқа апарып, цехтан қаймақты арнайы контейнерге құйып, одан кейін ауылға доставка жасаймын.
Біздің ерекшелігіміз қаймағымыз саулығаны 1 сағат болды, 1 сағат ішінде ауылға свежелай барып тұрады. Біздің сүт өнімдерімізді ауылдағы Атамекен деген дүкеніне апарып сол жерге тапсырамыз. Сол жерден бірден тапсырып, табысымызды бірден алып отырамыз. Және де біздің көк сүтімізді ауылдың апайлары қуана-қуана алып жатыр. Арнайы тапсырыс қабылдап отырамыз. Тапсырыс өте көп, кейбір кездерде 10-15 күнге кетіп қалып жатады. Үлгермей жатам. Апайларыма рахмет айтам. Мен осылай қолдап, бізге рахметіміз білдіріп жатады. Ақты сыйлайтын апайларымыз аман болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Төмендегі қызыл подписаться мәзір басылмаса басып, каналға тіркеліп, WhatsApp чаттарға бөліп қойыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, менің Instagram парақшам бар. Сол жерге дайректке жазсаңыздар, сұрақтарыңызға міндетті жауап беремін. Жақсы күндерде көріскенше ағайын.